Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Көпшілігіңіз ұшақтардың жұмбақ жоғалуы туралы әртүрлі оқиғаларды естіген шығарсыздар. Олардың кейбіреулері апатқа ұшырап, кейінірек табылды. Ал басқалары әлі күнге дейін табылмаған және жоғалулары тылсым жағдайлармен ұштасқан. Тұтастай алғанда әлемдік авиация жұмбағы шешілмеген көптеген апаттарды біледі. Осындай тылсым оқиғалардың арасында көп шу шығара алған біреуі бар. Бұл 914 рейсінің құпия жоғалып, 37 жылдан кейін аман-есен қайта оралуы. Көптеген адамдар бұл ұшақ уақыт порталына тап болды деп есептейді. Ендеше бүгін біз бұл аңызға айналған ұшақтың оқиғасын тыңдап, ненің шындық, ненің өтірік екенін анықтайық. Ал бейнелерімді қалдырмай көріп пікір жазатын көрермендеріме әдеттегідей ерекше алғыс айтамын. Сіздердің менің шығармашылығыма білдірген қызығушылықтарыңыз маған үлкен шабыт сыйлайды. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қош келдіңіз және жақсы қаралым болсын деймін. 1955 жылы 2 шілдеде пан-америкалық DC-4 ұшағы Нью-Йорктен Майамиге ұшып бара жатқаны хабарланды. Сол күні бортта 53 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі болған. Бірақ ұшақ әуеге көтерілгеннен 3 сағат өткеннен кейін онымен байланыс үзілді. Ал диспетчердің айтуынша ол радардан із-түзсіз жоғалып кеткен. Әрине билік жоғалған ұшақты іздеуге бар күшін салды. Әйтсе де барлық іздестіру жұмыстарына қарамастан ұшақтың тіпті құлаған ізі де табылмады. 2 аптадан кейін іздестіру тоқтатылды. Ал 6 айдан кейін іс толығымен жабылып, жоғалғандар теңіз түбінде мерт болды деп жарияланды. Осыдан кейін 914 рейсі мәңгіге ұмытылып кетуі мүмкін еді. Бірақ бұл оқиға күтпеген жерден өз жалғасын тапты. 37 жыл өткеннен кейін ол Венесуэладағы Каракас әуежайына қонды. Таң қалдыңыз ба? Каракас әуежайының қызметкерлері 1992 жылы оларға белгісіз және ұшу кестесінде бекітілмеген ұшақ пайда болған кезде сізден де қатты таң қалды. Бұл ұшақты диспетчерлер тек биік мұнарадан байқай алды. Себебі ұшақ ешбір құралдарда байқалмады және радар арқылы көрінбеді. Құдды бір елес секілді. Диспетчер белгісіз ұшақтың ұшқышынан кім екенін сұрағанда, ұшқыш оған Нью-Йорктен Майамиге 414 чартерлік рейсін орындап жатқанын, сонымен қатар бортында 53 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі бар екенін хабарлады. Хабарламасының соңында ұшқыш таңданыспен біз қай қалаға қондық деп сұрады. Өйткені бұл әуежай оған мүлдем таныс емес еді. Оған диспетчерлер Каракас әуежайы екенін айтып, қонуға рұқсат берді. Өз кезегінде ұшқыш бұл мәлімдемеге жауап бермеді. Бірақ қону барысында оның «Джимми, бұл не болғаны?» деген дауысы анық естілді. Американдық ұшқыштың мұндай сұрағы айналада тұрған заманауи реактивті ұшақтарды көргеннен туындаса керек. Және бұл таңғаларлық емес. Өйткені 37 жыл бұрын мұндай алып ұшақтар болмаған. 914 жұмбақ рейс ұшып қону жолақтарының біріне қонғанда диспетчерлер ұшқыштың қатты тыныс алып жатқанын естіді. Және бірнеше минуттан кейін ол «Бұл жерде бірдеңе дұрыс емес» деді. Оған 1992 жылы 21 мамырда қонғаны туралы хабарланған соң, ол шошып, әдепсіз сөздер айтып ашуланды. Ұшқыш бұл оқиғаның шын мәнінде болып жатқанына сенгісі келмеді. Әуе кемесінің экипажын тыныштандырудың барлық әрекеттері нәтижесіз аяқталды. Ұшқышқа құтқару тобы жіберілгені туралы хабарланды. Бірақ ұшқыштар айтылған сөздерге мән бермей, бір-бірімен дауласа бастады. Олар қатты таң қалып, қорқып, бір-біріне мұндайды ешқашан көрмегендерін айтты. Әуежайдың өзі ерекше, айналадағы адамдарда мүлдем басқа кейіпте болып көрінсе керек. Айналадағы көріністің бәрі 1955 жылға тән емес еді. Әуежай жұмысшылары ұшқыштардан кем емес таң қалды. Құтқарушы топ ұшаққа жақындаған кезде, олар Дуглас DC-4 ұшағының ескі үлгісін 1938 жылдан 1947 жылға дейін жаппай шығарылған американдық 4 қозғалтқышты лайнерді көрді. Бұл ұшақтарды шығару әлдеқашан тоқтатылған болатын. Олар сондай-ақ терезелерден жолаушылардың таңырқаған жүздерін және DC-4 кемесінің капитаны өз кабинасының әйнегін ашып, ұшаққа жақындамауды талап етіп журналды бұлғап тұрғанын көрді. Абдырап қалған әуежай қызметшілері не істерін білмеді. Ал бірнеше минуттан кейін ұшқыш қозғалтқышты іске қосып, қозғала бастады. Диспетчердің байланыс арқылы ұшқыштарға әуеге көтерілмеу туралы нұсқаулығы жай ғана еленбеді. Ұшақ экипажы енді байланысқа мүлдем шықпады. Осыдан кейін ұшақ жылдамдығын арттырып, көп ұзамай әуеге көтерілді. 914 рейс өз уақытына қайтып орала алды ма, жоқ па, бұл үлкен жұмбақ күйінде қалды. Дәлел ретінде Каракас әуежайында ұшқыш журналды сермеп жатқанда ішінен түсіп қалған 1955 жылғы күнтізбе келтіріледі. Сондай-ақ ұшқыштың диспетчермен сөйлескен жазбасы да бар. Аңызға айналған бұл оқиға әдетте осылай аяқталады. Көптеген адамдар мұның қалай мүмкін екендігі туралы түсіндіруге тырысуда. Олардың айтуынша ұшақ Бермуд үшбұрышының үстінен ұшқандықтан уақыт кеңістігіне тап болып 37 жыл алға секірген. Себебі олар Майамиден ұшқан, ал мынау Каракас қаласы. Ал олардың арасында әйгілі Бермуд үшбұрышы. Енді бірі оларды өзге ғаламшарлықтар ұрлап, кейіннен жерге қайтарған деп есептейді.
бірақ ешкім бұл оқиғаның шын өтірік екенін анықтауға тырыспайды. Ал біз шындықты анықтап көрейік. Дәлел ретінде келтірілетін түсіп қалған күнтізбеден бастайық. Бұл күнтізбе 1965 жылғы және қараусыз қалған құрылыстан табылған анықталды. Ал ұшқыш пен диспетчердің арасындағы әңгіменің жазбасы ше, ондай жазба мүлдем жоқ және болмағандай екен. Негізі бұл оқиға алғаш рет Weekly World News газетінде пайда болды. Содан кейін ол көптеген басылымдарға таралды. Weekly World News қандай газет екенін түсіну үшін олардың басылымындағы бірнеше жаңалықтарға көз салыңыз. Әйел қар адамынан бала туды. Гитлер негізінде әйел болған. Дельфин қол өсіріп алды. Жартылай адам, жартылай балық Флоридадан табылды. Негізі мынау видео шығаратын тақырыптар екен, Иә, түсінгендеріңіздей бұл газет қалжың әңгімелерді басып шығарады. Сондықтан сенудің қажеті жоқ. Барлығына қоса 1955 жылы ешқандай ұшақ жоғалмағаны анықталды. Ал егер 1955 жылы ешқандай ұшақ жоғалмаса, ол қалай 1992 жылы қона алады? Осы себепті ғаламторда айтылған әңгімелердің барлығына сене берудің қажеті жоқ. Тіпті менде қателесуім мүмкін. Шындықты білу үшін кез келген айтылған әңгіменің дәлелін ғаламтордан іздестіріп көріңіз. Сондай әңгімелердің біріне Сантьяго 513 рейсі жайлы аңызды да жатқызсақ болады. Бұл оқиға жайлы QRF арнасынан көрсеңіздер болады. Негізі жақсарына жазылып қойыңыздар. Оқиғаның қалай болғанын қысқаша айтып берейін. 1954 жылы 14 қыркүйекте Сантьяго 513 рейсі Германиядан Бразилияға ұшады. Бортында 92 адам болған. Бірақ оның ұшу уақыты 17 сағатқа емес, 35 жылға созылған. Ұшақ діттеген жеріне 1989 жылы қонды. Қону барысында ұшқыштар диспетчердің сұрақтарына жауап бермей, үнсіздік сақтайды. Тағы бір таңғаларлығы ұшақ ескі болған, бірақ еш жері тот басып ескірмеген. Құдды кеше ғана заводтан шыққандай. Қорғаныс қызметкерлері ішіне кіргенде, неліктен ұшқыштардың байланысқа шықпағаны анықталды. Борттағы барлық адамдар өз орындарында қауіпсіздік белбеуіне байланып отырған, бірақ олардан тек сүйек қаңқасы қалған. Қандай да бір жауап алу үшін қызметкерлер капитанның кабинасына барды. Бірақ бұл жерде де дәл сол оқиға. Сонда қаңқасы ғана қалған ұшқыш ұшақты қалай қондырды? 35 жыл бойы олар қайда болды? Мемлекет қызметкерлері болса тергеу жүргізіп, жағдайдың анық-қанығын түсінуге тырысты. Бірақ ешқандай ақпаратты ресми хабарламады. Тек ескі ұшақтың қонғанын растады. Алайда оның ішінен табылған қорқынышты жағдайды растамады да, жоққа да шығармады. Осымен ертегі аяқталды балалар. Енді шындығына көшсек. Расында бұл оқиғаны Ирвин Фишер деген жазушы 1989 жылы сипаттады. Және қандай газетте деп ойлайсыздар? Әрине сол баяғы Weekly World News. Бұл оқиға қай жағдайға сүйемелденіп жазылғанын білу үшін мен 1954 жылы жоғалған ұшақтардың тізімін интернеттен іздестірдім. Бірақ ешқандай 513 рейсі жоғалмаған. Ал егер бұл оқиға өтірік болмағанда, бүкіл атақты басылымдарда, бүкіл ғылыми орталарда үлкен талқылануға салынар еді ғой. Бірақ бұның ешбірі жоқ. Бәрі өтірік. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бейне ұнады деген ойдамын. Арнаға жазылмаған болсаңыздар, астыдағы қызыл подписация батырмасын басып, зорға айналдырыңыз. Сонда болашақта шығатын осы тектес қызықты бейнелерді жіберіп алмайтын боласыз. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру. Келесі шығарылымдарда жолыққанша, қош сау болыңыздар.